Жүрегін оқас мысырлық бір кісінің әңгімесінен. Жүрегімді емдету үшін Англияға бардым. Ол жерде дәрігерлер толық тексеріп қарап, ауырымның ауыр екенін, ота жасау қажет екенін, бірақ жүрегім әлсіздігіне байланысты ешқандай кепілдік жоқ екенін білдірді. Олай болса балаларыммен, ағайын дос-жарандармен қоштасып келейін деп елге қайттым. Дәрігерлер жағдайдың ауыр екенін кешпеуімді өтініп қайталады. Елге оралып, балаларымды жинап, оларды сабырға шақырдым. Бұл кездесу соңғы кездесу болуы мүмкін. Операциядан аман-есен шықпау мүмкіндігін айттым. Содан басқа да достарымды, таныстарымды аралап шықтым. Бірде бір досымды көруге кеңсесіне бардым. Кеңсе жанында қасапхана бар екен. Қарасам, жасы келіп қалған бір әйел қасапхананың қоқыс жәшігінде ет қалдықтарын сүйек теріп дорбаға салып жатыр екен. Мен досыма ананы қара дедім де, әйелдің алдына барып, әйелдің жұмысына таңғалып, сіз не істеп жатырсыз деп сұрадым. Менің 5 кішкентай қызым бар. Олар 1 жыл бойы мүлде ет жемеді. Жемесе де дәмін көрсін деп, шашылып қалған сүйек қалдықтарын теріп алып жатырмын деді. Бұл сөздерден көздеріме жас толды. Оны қасапшыға апардым да, мына апайға әр апта сайын менің есебімнен ет беріп тұрыңыз дедім. Әйел есе тынбай, жоқ, қажет емес деп қайталай берді. Апта сайын осы жерге келіп, қанша ет керек болса сонша ет ала беріңіз дедім. Маған 1 келеде жетеді деді. Жоқ, 2 келі қылып аласыз. 1 жылға төлеп қойдым дедім. Мұны көрген әйел жылап қолдарын көтеріп, менің атыма шын ықыласпен дұға етті. Істеген ісіме риза болып, көңілім көтерілді. Өзімді бақытты сезініп, жүрегім шаттанып үйге қайттым. Үйде қызым күтіп алып, әке, сіз өте бақытты, қуанышты көрінесіз деді. Мен оған болған оқиғаны айтып бердім. Қызымда ақылды, ибалы болатын. Естіп жылап, қолдарын ашып, уа жаратушем. Әкем ана әйелге көмектескендей, сен де оған көмектес. Дерттеріне дауа, ауруларына шипа бер деп, шын жүректен дұға жасады. Сонымен басқа да жұмыстарымды бітіріп, балаларыммен қоштасып, операция үшін Европаға оралдым. Дәрігер толық тексеріп, таңданып, қай жерде, қай ауруханада емделдіңіз деп сұрады. Түсінбедім. Қайда бардыңыз деп жатырмын. Сізді кім емдеді деді. Құдайға ант етемін, мен ешқайда барған жоқпын. Бала шағамен қоштасып қайттым дедім. Шындықты айтыңыз, жүрегіңіздегі ауру толығымен жойылған, ештеңе қалмаған деді. Доктор не айтып тұрсыз дедім. Науқас сіз емес, басқа біреу болғандай. Қай аурухана? Сізді қалай емдеді? Қандай дәрілер қабылдадыңыз? Тізімі бар ма? Өтінем беріңізші деді. Мен еш жерде емделген жоқпын дедім де, әйелдің дұғалары есіме түсті. Оның сондай қиналып тұрған жағдайын көріп, шынымен ауыр халде болғанын ішімнен сезіп, шын ықыласпен жасаған игі істерім үшін әйел және менің Салих қызымның шын жүректен шыққан дұға тілегі қабыл болғандықтан Аллах Тағала мені сауықтырды деп ойладым, деп әңгімесін аяқтады. Солай екен, қашанда ізгі ниетпен жақсы амал жасап жүрейік. Дендеріңіз сау, алтын бастарыңыз аман болсын.